Жақсылық жасаудың шегі жоқ. Бастысы амалыңыз адал, жүрегіңіз мейірімге толы болған абзал. Әуезов ауданындағы ел аяғы саябырсымайтын бір орын бар. Оны халық қайырымдылық бұрышы деп атап кеткен. Зейнеткерлер мұнда келіп көкөніспен жеміс жидекті тегін ала алады. Рамазан есімді ерікті әлеуметтік базардан осындай орын ашуды бұрыннан ойлап жүріпті. Кейіннен оның идеясын қолдайтындар табылған. Рамазан Чиншанлы жас кәсіпкер осы базарда көкөніс пен жеміс жидек сатып келе жатқанына біраз жылдар болыпты. Қайырымдылық бұрышы өткен жылдың қараша айынан бастап жұмыс істеп келеді. Әр зейнеткер күніне 1 келіден 3 келіге дейін азық-түлік алынуына болады. К нам приходят бабушки, говорят, что... Егде жастағы адамдармен сөйлескен кезімде олар зейнетақыларының аз екенін айтатын. Сол себепті оларға тегін азық-түлік беру ойыма келді. Яғни сатып тұрған көкөніс пен жеміс жидегімнің аздаған бөлігін тегін берем. Зейнеткерлер ризашылықтарын білдіріп жатыр. Рамазанның идеясын бірден-бір қолдаған Алматы финанс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация ұжымы. Бұл әрекетінен кейін сауда орын басшылығы жалға алған орнына жеңілдік жасапты. В активе нашего филиала имеется 28... Біздің корпорацияға 28 павильон кіреді. Оның 26-сы әлеуметтік базарлар. Яғни мұнда көпшілік тұрғынға азық-түлік басқа дүкендерге қарағанда арзан бағада сатылады. Осындай қайырымдылық бұрышын басқа базарларда да ашуды жоспарлап отырмыз. Қайырымдылық бұрышы Наурызбай ауданында Абай Алтынсарин көшелерінің қиылысында орналасқан. Зейнеткерлер үшін арнайы дүкен сағат таңғы 8:30-нан кешкі 11-ге дейін ашық. Мұндай орындардың санын алдағы уақытта да көбейту жоспарланып отыр. Лағат Арғынұлы, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.